Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты мәтінді оқып, сан есімдерді табу, суреттерді пайдаланып, әңгіме құрау, көркем, жатқа, сауатты жазу, сөз таптарын ажырата білу. Ендеше балалар, дәптерімізді ашып, 6 мамыр сан есім деп жазамыз. Балалар, біз бүгін сан есіммен танысамыз. Ендеше балалар, 22 жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқы дейді. Балалар, менімен бірге оқыңдар. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде демалып қана қоймайды. Сонымен қатар саяхат жасаған жерлері жайында егжей-тегжейлі білуге талпынады. Саяхатшылар табиғаттың нағыз жанашыр қорғаушылары. Олар ағаштарды бекерден бекер кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды. Қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді. 2-3 сынып оқушылары мұғалімдермен бірге 8-10 километрден аспайтын бір күндік жорықтарға шығады. Балалар, егжей-тегжейлі деген сөзді сөздіктен қарап біліп алыңдар. Ендеше балалар, туризм деген не? Туризм дегеніміз адамның бос уақытында, негізінен айтқанда жұмыстық, өз еркінше көңіл көтеру мен демалу үшін, көріп қызықтау үшін, яғни саяхаттап серуендеп баруы. Тағы да бір рет қайталайықшы. Туризм дегеніміз адамның бос уақытында, негізінен айтқанда жұмыстық, өз еркінше көңіл көтеру немесе демалу үшін, көріп қызықтау үшін, яғни саяхаттап серуендеп баруы екен балалар. Енді жаңағы 22 жаттығудағы оқыған мәтіннен қанша, нешінші деген сұрақтарына жауап беретін сөздерді табамыз балалар. Ол сөздер бізде 8, 10, 3, 2 деген сияқты, иә балалар? 8 деген сөзге сұрақ қояйықшы. 8 қанша? 10 қанша? 3 нешінші? 2 нешінші деген сұрақтарға жауап береді, солай ма? Ендеше балалар, ережені, сан есімнің ережесін менімен бірге қайталаңыздар және бұл ережені жаттап алыңыздар. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5 қанша? 7 қанша? Немесе неше? 9 нешінші? 20 нешінші деген сұрақтарға жауап береді екен балалар, сан есім. Ендеше келесі 23 жаттығуды дәптерімізге орындайық балалар. Мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жазыңдар балалар. Саяхат адамды жақсы әдетке баулиды. Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді. Сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Балалар, тиісті тыныс белгілерін қоямыз. Және де балалар, бұл мәтіннің ішінен сан есімдерді табамыз, олардың астын сызамыз. Келесі 25 жаттығуды дәптерге орындаймыз. Мақалды жатқа жазамыз. Батыр бір рет өледі, қорқақ 1000 рет өледі дейді. Балалар, бұл мақалдың ішінен сан есімдерді табамыз. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықтаймыз, яғни сызамыз. Ендеше балалар,
мына мысалды пайдаланамыз. Батыр бір рет өледі. Яғни бұл жердегі сан есім бір деген сөз, иә? Ал ол сан есім қай сөзбен байланысып тұр? Рет деген сөзбен байланысып тұр, иә балалар? Батыр неше рет өледі? Батыр бір рет өледі. Бір рет деген сөзбен, бір деген сөз рет деген сөзбен байланысып тұр екен. Келесі жолын өздерің орындаңдар. Келесі 24-ші суретке қараймыз. Балалар, 24-ші жаттығуды үй жұмысын аламыз. Яғни суретке қарап, қай қалаға саяхатқа шығатынымызды болжа. Балалар, осы суретке қарап отырып, Астанаға саяхат тақырыбында әңгіме құрап жазыңдар.